Салем алем! Куриные бедра в духовке дайындаймыз кисло-сладком соусе. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап шығыңыз. Видеоны көрмес бұрын менің инстаграм парақшама тіркелуді ұмытпа. Рахмет! Тауық етінің маринациясын жасаймыз. Ол үшін бізге 3 ас қасық майонез, 3 ас қасық соевый соус, 2 ас қасық мед қажет. Жақсылап араластырып аламыз да 3-4 зубчик туралған чеснок қосамыз. Дәміне қарай перец, тұз салып араластырамыз. Тауықтың аяқтарын шпажкамен тесіп алсаңыз болады, немесе осылай кесіп алсаңыз да болады. Жақсылап маринаттаймыз. Енді тауықтың бетін пищевой пленкамен жабамыз да 1-2 сағатқа дәмі сіңгенге дейін қойып қоямыз. Тауықтың қасына картошка дайындаймыз. Менде 5-6 картошка. Адам санына қарай одан аз немесе көп картошка қоссаңыз болады. Картошканы орташа размерде тураймыз. Екі дана жуа аршып тураймыз. Туралған картошка жуамызды ыдысқа саламыз да үстінен 3-4 ас қасық қаймақ қосып араластырамыз. Творожный сыр қоссаңыз да өте керемет болып шығады. Дәміне қарай перец, специя қосаңыз болады. 1 шай қасық тұз саламыз, араластырамыз. Енді формамызға май жағып дайындаймыз. Үстінен жаңағы картошка жуамызды саламыз. Тауық етін саламыз да қалған маринацияны картошкалардың үстіне құйып шығамыз. Енді бетін фольгамен жабамыз да 200 градусқа дейін қысып тұрған духовкаға 35 минутқа жібереміз. Ол дайын болғанша укробымызды турап қоямыз. 100-150 грамм сырымызды теркадан өткіземіз. Қалаған басқа да зелендарыңызды қоссаңыз болады. — 35 минут өтті, формамызды духовкадан шығарамыз да фольгасын ашып, жаңағы сыр мен укробымызды себеміз. Енді еттің бетін қызарту үшін фольгамен бетін жаппай, тағы да духовкаға 15 минутқа жібереміз. — 15 минут өтті, тағамымыз дайын болды. Осындай золотой корочкасы бар, әп-әдемі және де дәмі да өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл тағамнан 3 порция шығады. Ал маған рецепт және де видеом ұнаса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.
менің жаңа видеомды ең бірінші болып көру үшін колокольчикті басып қойыңыздар. Сіздермен бірге болған White Baby. Қош сау болыңыздар.